бақыт деген не деген сұрақты өмір бақи іздеп келеді. Бұны риторикалық жағынан болсын, бұны философиялық жағынан болсын, өмірінің мәні, өмірінің бүкіл алған бағыты болсын, қандай да болса да адам баласы бақыт іздеп келе жатыр. Бақыт деген не деп қазір осы жердегі отырғандардан да сұрайтын болсақ, әркім әрқалай жауап береді. Біреу бақытты өзінің тапсырған сабағынан көреді, біреу бақытты мінген машинасынан көреді, біреу үйленген келіншегінен көреді, біреу әйтеуір бақытты мен қайдан табам десеңіз, ол мына жерде деп әркім әрқалай айтады. Бірақ салып келгенде жаңағы соның барлығы адамның сезіміне келіп түйіледі. Яғни адам баласы бір қандай да бір жағдайға тап болып, сол жағдай ол кісіге жеңілдік, сол жағдай өзіне бір жүрегіне рахат, көзіне қуаныш сыйлайтын болса, соны адам баласы бақыт дейді. Ол кішкентай болсын, ол үлкен болсын, ол уақытша болсын, ол ұзағынан болсын. Қай халде де кейбір адамдар бақыт туралы сөз айтқан кезінде бақыт деген қай уақытта білінетінін білесің ба деп сұрақ қояды. Өйткені көп адамдар өзінің бақытын бағалай алмай жатқандар да бар. Бақыт дегеніміз ол бақытсыздыққа ұшырамай тұрғандағы кезің деп түсіндіреді кейіншелік біреулер. Яғни, мысалы, бала кезіңде сондай бір қиыншылықтар көрсең де, ата-анаңның жанында, бауырларың жанында бір сондай бір тыныш заманда өмір сүрсең, бір қандай да бір жағдайдағы тыныштықта өмір сүрсең, сол саған бақыт. Ол жерде мүмкін қарның тоймады, мүмкін киерге киімің болмады, бірақ балалық шақты адам баласы бақыт деп ойлайды. Ал егер сол кезге қайтып барасың ба десе, көп адам бармас еді. Әйтсе де, бақыт деген сөзді бір ғалымдар немесе ақындар түсіндірген кезінде адам баласы бақытсызға ұшырамай тұрғандағы кезін бақыт деп айтады дейді. Ондай болса, адамның өмірінің барлығы бақытпенен бақытсыздықтан ғана тұрады деп суреттеп кететіндер де бар. Неге мен бұның бәрін қозғадым? Құран-ы Кәримде бақыттың барлығын Алланың бұйрығын орындауға алып келеді.